Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз өздеріңізбен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгін күн сәрсенбі, сәттілікке толы болсын дегім келеді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Кимешек қазақ әйелдерінің әдемілігін арттырып, ажарын ашатын киелі бас киім. Оның түрлері тігілуі мен әшекейіне қарай сан алуан сипатта кездеседі. Ал біздің келесі қонағымыз дәл қазір киелі бас киімді тігуді үйрететін болады. Қарсалайық, Гүлбаян Тәнеке, тігінші дизайнер ханым келіп отыр екен. Келіңіз, Гүлбаян. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Я, қош келдіңіз. Отандық Айекен сән үйінің тігінші дизайнері, я? Гүлбаян. Есіміңіз де ерекше. Өзіңіз де, киген киіміңіз де, әшекейіңіз де барлығы ерекше болды. Иә, бүгін ерекше болайық. Ақбаян деген есімдерді өлеңіз бар. Гүлі бар. Тамаша. Алқаңыз сондай әдемі тапсырыс беріп жасаттыңыз ба? Жоқ, бұл менің жақын жан досымның сыйы. Өте тамаша. Таңдап маған сыйлап берген. Қандай таңбада жасалынған? Енді бұны жаңа алтын адам дейміз ғой, соған ұқсастырып жасалған дүние. Өте ерекше. Сізге сонда жарасып тұр. Рахмет. Керемет. Әрине, қыз-келіншектерге, көбінесе қазақтың қыз-келіншегіне айтам, шашы қара жандарға қызыл түс сондай жарасады. Көзге оттай басылады. Сондықтан қызыл түс сіздің түсіңіз. Иә, керемет. Гүлбаян, көбінесе біздің апаларымыз осы бірге таңдаймыз бағдарламасына кейде студияға суретке түсуге келіп жатады. Сол кезде бір апамыз есімде жоқ, қай қаладан екен, Қызылорда екен, бір қаладан арнайы айналайындары осы кимешек тігуді көрсетіңіздерші. Әдемілігін, соның тағу тәсілін мына үйретсеңіздерші деп айтқан болатын, ұсыныс түскен болатын. Иә, енді соны жаңағыдай көрсетуді біз ұйғардық. Сіз жақсылап тұр, өзіңіз түсіндіріп берсеңіз. Да, бұйырса көрсетейік. Енді кимешектің өз ерекшелігі бар ғой. Кимешек енді ол жалпы біздің апаларымыз, аналарымыз ақ кимешекті ғана киетін 19 ғасырдан бері. Оғанның алдында дейді, әр түрлі түсті кимешектер киетін. Ал біздің кимешектеріміз ол адамның сәнін бәрін білдіреді. Сондықтан мына иық бәрін жапқан кезде осы біз сквозняктан, ауру болады, осы суықтан бәрінен қорғап тұрады. Апалардың киімдері киетін. Және кимешек бір ана жақтан апамыз кимешек киіп келе жатса, оны бір орныңнан тұрағап, жаңағыдай апа екенін біліп, жаңағыдай орын бересің. Және де оны ерекше бір қастерлеп, сондай бір сыйлайсың. Өйткені шашы бояп алған ападан қарағанда жаңағыдай прическа жасап алған. Кимешек сөзіңізге жылы көрінеді. Сондай жылы көрінеді. Және сол апаның жанында бейтіп отырып, маңдайын сипағанын, ескенін қалап тұрасың. Сондай әжелеріміз әрине көп болғай. Кезінде сіз дегенде әженің, атаның қолында өскен қыз деп ойлаймын. Өз басым жеке әженің қолында өскем. Сонда сол кілең әжелердің кенжесі болғандықтан оларды көруге бұйырмады. Мен кілең әжелер мен аталардың көшесінде өскем. Сонда мен әжелерді тек қана кимешек бастарына орамал тартқан. Көз алдымда қалып қойған. Қазір соны ақындап қайтарсақ, құдай берсе апаларымызға сұлу сән беріледі. Дұрыс айтасыз. Ал енді біз оны бастайық. Мұна орамал, иә? Орамалды алып біз. Бұны енді кимешектің сыртынан бұл киіледі. Бұның өз арнайы бізде мына жері. Мына оң жағын. Бұл енді баса оралады. Міне ол негізі мына жаққа оралған кезде әртүрлі әдіспен киіледі апаларымызда. Біреулер міне бұлай бостайды, ішінде киіп, міне бұлай бостайтындар бар. Біреулер міне орайды да, міне маңдайын жауып, бұлай орап, мына жаққа әдемі нәрсе ішінен қадап қояды. Артында сонда мына шылауышпып, түйреуіштерін әдемі опып. Ал мынау қызай кимешектің алдына тағды әдемі сән, әшекей тағылады. Міне мына суретте көрсетілген. Иә, сіз беркен, сіз суреттен оны алып тастасаңыз болады. Негізі, құрметті көрермендер, сіздерге айта өтейін, негізі кимешек сәніне қарай әйелдердің жас ерекшелігін айқындап тұрады. Мәселен, кейуана киетін кимешектің ою кестесі жеңіл, тым жылтырақ болмайды. Ал жасырақ әйелдердің кимешегі қызылды жасылды барынша сәнді етіп әшекейленеді. Енді біз бүгін қандай
кимешекті жасайтын боламыз? Енді біз бүгін заманға сай, осы заманауи сай, енді бізде мынандай кестелеуге, оны кимешекті бұрынғы аналарымыз арнайы дайындайтын. Ұзақ уақыт өздері кестелеп, ажелермен бәрін ақылдасып. Енді бізде бұндай уақыт жоқ, шектеулі. Дегенмен бізде қазіргі заманда міне таспаларымыз дайын, осы таспалармен әсемдеуге болады. Иә, безендіріп, таспаларды безендіруге болады. Іске кірсек, кимешектің түр-түрлісі болады. Рұқсат болса кішкене кітаптан бір үзіндерін бір қарап шықса. Қазір біздің көріп отырған апаларымыз, үйдегі әжелеріміз, сұрақтарыңызды не болмаса, сіздер енді жақсы білесіздер ғой. Кеңестеріңіз болса, бізге де хабарласып айтып қойыңыздар. Біз күтеміз. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Жақындау көрсетсе, мына жақта түр-түрлі кимешектің пішімі көрсетілген. Түр-түрлі. Әр кезде, әр регионға байланысты кимешекті түр-түрлі киіледі. Кимешек жалпы өте үлкен тақырып, оны 5 минутта көрсетуге тырысамыз, шамамыз келгенше. Оның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Әр регионға байланысты кимешектің түр-түрісі бар, әсемдеуі де бар міне. Бірақ барымызды салып, жеткізуге тырысамыз. Осыны әдемі түр-түрлі батыстың, оңтүстіктің, солтүстіктің кимешекті. Мынау міне Қызай анамыздың кимешегі. Әр өңірдің өзінің бір кимешектері, өзінің бір стиліне байланысты. Стиліне байланысты, жеріне, регионына байланысты. Ал енді бізде жаңа кимешек, міне ішкі кимешек бар, соның сыртына міне орамал тағады, шылауыш. Соны енді қазір осы бар матамыздан істеуге тырысайық. Жақсы. Енді бізде бұл жерде ең алдымен кимешектің, бұлай қосып қойын, бұлай көрсетсе де болады. Ең алдымен бет әлпесін көрсететін, иығын жабатын, жаны, міне, дене алдыңғы бойын иығын жабатындай керек. Әйел жастау болған кезде, міне, әртүрлі тастармен, тиындармен безендіретін. Жасы ұлғайған сайын оны азайтады. Давайте бастайық. Давайте бастайық. Ал бастайық. Жақсы. Мына жері бізде 2,5 метр алынғаны, оны біреуін біз орамал қылып қалтырмақшы болғанбыз. Так, оны сразу нетейік. Қасы бұлай кесіп алайық. Матасы көбінесе қандай болу керек емес? Ол қыбы мата болады, таза мақтадан жасалған, немесе жібектен жасалған маталар болады. Өйткені терлетпейтін, шаршатпайтын адамды. Басында жұмсақ тұратын, өйткені үлкен кісілердің, көбінесе үлкен әжелеріміздің шашы жұқара бастайды да, мына құйқалары жаңағыдай нәзік келе бастайды ғой. Сол сияқты жаңағыдай әрбір матадағы тұрған анау қалың-қалың өрнектер болса, тастар болса, ол басына батуы мүмкін. Сондықтан жұп-жұмсақ, жеңіл, бірақ шашына бүйтіп сытырылып, жаңағыдай суылып, жаңағыдай түсіп кетпейтіндей, әдемі жаңағыдай тұра қалатындай кимешек болу керек деп ойлаймын. Байқасаңыз, мына жерде міне екі заттан жасалған, міне жібектен және жай қыбы матадан, қалыңдау матадан арқаға нету үшін. Негізі енді біз қазір тездету үшін мына матаның үстіне қоямыз да, осымен кесіп аламыз, дайын зат болу үшін. Үйдегі әжелеріңізге сыйлық жасайым дейтін қазір немерелер қарап отырған шығар. Үйдегі келіндері қарап отырған шығар, қазір үйдегі анамды қуантамын деп отырған жандар болса, қазір хабарласып сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Біздерде тегін шеберлік сабақ, яғни тегін мастер-класс өткізілуде. Оны сіз әр жерден көре алмайсыздар. Бір жерге барсаңыздар, ол сабақтың өзі ақшасын сұрайды. Солай емес пе? Ал қазір ұлттық арнаны қарап отырып, бірге таңдаймыз бағдарламасын көріп отырып, үйреніп алуға мүмкіндік бар. Хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз? Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Рахмет, сіздер күнде тыңдап көріп баратын бағдарламаның бары. Сіздерді өте жақсы көремін. Сіздің есіміңіз кім? Мен Шымкент қаласынан Динара. Динара? Үйде әжеңіз... Неше жастан кисе болады деп сұрамақшы сұрағымшы. Сізде үйде әжеңіз бар ма? Үлкен кісілер бар ма? Бар, үлкен апа бар ғой үйде. Үйде апаңызға енді мүмкін, сіз тігіп берерсіз. Қанша жаста апаңыз? Апа 56-да. Жас апа кет. Жап-жас апа. Менің ойымша, апаңыздың дені сау, ғұмыр жасы ұзақ болсын, Динара. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Қазір Гүлбайын ханым
сұрағыңызға жауап береді. 56 жаста, 60-қа келмеген, бірақ кимешек кийіндегі ниеті бар апамызда. Иә. Ол жақсы. Неше жастан киген дұрыс дейді? Енді негізі қазақтың әйелдері бірінші бала тапқан соң кимешек кие бастайтын кезінде. Енді біз орамал тағып кимешек киетін, кимешекті жеңіл түрінде киетін. Соң кейін уже ақындап жастау әйелдер безендіргенде әдемі түрлі түспен безендіретін. Қызыл, жасылмен. Ал есейген сайын оның безендіру әдісін уже более спокойный түстермен нететін. Ондай айқын түстермен емес. Яғни қазір 56 жастағы апасына... 56 жастағы апасына... Қандай түсті таңдаса болады? Әрине ол ақ болу керек. Өйткені ақ кимешек, ол қазақтардың бәріне ақ кимешек болады. Соң міне мына жер байқасаңыз, әдемі жұқа, жіңішке әдемі таспалардың түр-түрісі қазір бар. Ашық түсті таңдаған жақсы болады. Бір менің ойымша 56 жастағы апамызға қызыл емес, жасыл. Жасыл, иә, кішкене ашықтау түстер. Жаны ашық қызыл, розовый дейді ғой, иә, пастельный, персиковый түстер, сондай әдемі түстер болса, соң жаны, бледная роза дейді ғой, сондай жақсы түстерді таңдауға. Оның үстінен мен ойлаймын, қазіргі кезде тек қана қызылмен ғана шектелмей, түрлі түстерді қолдануға болады. Қазір несі көп. Ал рұқсат болса мен бір қосып жіберейін. Сөйтіңіз. Сон бір қосып, бір көріп жіберейік. Сөйткеніңіз жақсы. Біздің көрермендеріміз барынша қазір көрермендеріміз мұқият қарап отырады. Және де әрине, не нәрседен бастасақ та жұмыстың аяқталған жақсы ғой. Әрине. Сондықтан біз көрсетуге тырысамыз. Сондықтан бірге таңдаймыз бағдарламасы. Оны күнделікті айтудан жалықпаймыз. Біз тек қана нәтижеге жұмыс жасаймыз. Оны өздеріңіз күнделікті көрудесіз 10-15 минуттың ішінде. Ол тек айтылып қана қалмай, жұмыс өз нәтижесіне жетеді. Яғни біз бастаған жұмысты аяқтаймыз міндетті түрде, оны көрсетеміз де. Егер де осы ретте ақпарат айта өтейін, әдетте кимешек ақ матадан немесе ақ жібектен молдау пішіліп, басты, иықты, кеуде мен жауырынды жауып тұрады. Ал кимешекке қарап әйелдердің шырайын, жас мөлшерін, тұрмыс жайын, тіпті жүріс-тұрысына дейін анық ажыратып алуға болады екен. Апаларымыздың ұқыптылығы мен салақтылығы да кимешегінен көрінеді. Ал кимешектің түрі мен тарихы, тұрпаты сан алуан. Олар көбіне рулық, тайпалық ерекшеліктерге байланысты тігіледі екен. Өзіңіз айтқандай әр өңірге хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, сонда тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз ба? Иә, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Күнделікті өмірде киетін кимешекті атлас матамен тіксек бола ма? Қандай матамен? Атлас. Атлас, жібек матасынан. Жібек атлас болса болады. Бірақ ол табиғи мата болу керек, өйткені одастық болады. Табиғи жібек атлас болса болады. Түсінікті. Яғни ол табиғи болмаса, басты ыстып, терлетіп жібереді, е? Соң қазір жақсы трикотаждар болады, жұмсақ, тез тігілетін. Әдемі мына жерлерде керемет тастардан жасалынған біз кимешектерді көріп тұрмыз. Енді оның бірнеше мың алуан түрі бар. Айта беретін болсақ өте көп. Ал енді біздің бүгінгі тігіп жатқан кимешегіміз. Міне бізде негізі кимешектің жалпы бұл кимешек уже дайын болды. Оның пішімі өте қарапайым, жеңіл. Өйткені біз міне матаны аламыз да ортасынан бөліп, негізі бұлай 3 бұрыш болып келеді. 3 бұрыш болып келгенде міне бастың өлшемі алынады негізі. Басқа келген кезде басқа іліне қалатындай. Соң кейін және арқасына кішкене кеңдеу тұратындай болады. Соң кейін алдыңғы бойын кішкене бұлай доғаландырып қиямыз, немесе 4 бұрыштығы қиямыз. Ол міне әр адамның өз несіне байланысты. Енді мына кимешек міне мынау бет әлпесіне арналған міне қиын. Бұның ұзындығы где-то бір 35-40 сантиметрдей болады, адамның бет әлпесін еркін көрсететіндей.
Енді осыны безендірейік. Бетті қатты қысып Бетті қатты қыспайды. Өйткені адам оның ішінде еркін сөйлеседі, еркін жүретіндей. Біздің апаларымыз, үлкен кісілер, еш киім ешқай жерге қысып тұрмау керек олар. Оларда кішкентай балалар құсатып, олар кеңдікті жақсы көреді. Міне осылай тұрады. Соң сыртынан орамал таққан кезде еш жері шығып кетіп қалмайды бұл. Міне, бұлау негізі осы біздің тақырыбымыз бүгінгізде өте қызықты болуда. Бүгін жаңағы бірінші келген қонағымыз кішкентай балалардың қолғабын туралы айтып өттік, олардың сапасын, олардың түр-түсін айтып өттік. Енді бүгін бізде екінші тақырыбымыз жаңағыдай автоәуесқой, автомобиль туралы, оның колодкасы, амортизаторы, дөңгелегін ауыстыру жайында айтып өтсек, ер азаматтарға арналған. Енді қазіргі тақырыбымыз үшінші апаларға арналған, әжелерге арналған кимешекті тігу тәсілін көрсетудеміз. Негізі бізде мына кимешекті бірақ қана тігіспен қолдандық. Оның кимешекті 3 тігісті де, 2 тігісті де болады. Біз қазір мына ең қарапайым түрі тез тігілетін әдіс. 3 бұрышқа қойып. Соң кейін міне әртүрлі осындай әдемі таспалар болады. Осы таспалармен де әдемілетіп, былай алдын қоюға болады. Көмкеріп, безендіріп қоюға болады. Мұны енді үтікпен ғана жабыстырылады. Қазіргі кезде бүйтіп, егер уақыт болып жатса, әрине бәрін істеуге нетуге болады. Қолмен асықпай, жаңағыдай тіккенге не жетсін. Ал қазіргі кезде осыны міне дайын ою-өрнектер бар. Міне мынау жалтыраған ою-өрнегіміз, немесе міне мынау кішкене жинақы ою-өрнектеріміз. Міне осылай жинақымны осылай қойып нетуге қыстыруға болады. Бұны үтікпен бастырамыз ба, әлде тікеміз бе? Жоқ, бұл тек қана үтікпен ғана бастырылады. Болды, бұл тез ғана үтікпен бастырыла салады. Болды. Осылай ғана жабысады? Осылай ғана болды, жабысады. Соңғы міне мына алтын таспаны жан-жағына былай көмкеріп тігіп қойсақ, болды, осымен бітті. Болды. Четі ғана кетеді, сонымен бітті. Яғни бұны, Гүлбаян ханым, бұны тігеміз бе, әлде бұны да жабыстырамыз ба? Жоқ, мынау тігіледі. Бұны тігіледі. Тігіп ұстауға да болады. Тіксек болады? Онда тігіп ұстайық, уақытымыз жетіп қалады деп ойлаймын. Осыны тігіп ұстайық. Тігіп, әдемілеп көрермендерімізге көрсетейік. Ой-өрнегіміз түсіп қалды. Қазіргі мынандай алтын түстес жіптерді енді фурнитура дүкендерінде, жіп сататын дүкендерде, яғни мата сататын. Мата сататын жерде өте көп, түр-түрісі көп. Көп кездесіп жатады, яғни оны әртүрлі түсте кездеседі. Яғни қазір кимешекке молшылық заман бәрі бар. Әдемі көріну үшін осындай алтын түстес жылтырын сатып алғандарыңыз жөн. Бұның мен ойымша метрі де бір қымбат емес шығар деп ойлаймын. Жоқ, бұның қымбат емес. Бұның метрі қымбат емес. Ал, рұқсат болса мен бастап жіберейін. Міне сіздің әдемі мынандай бір енді осыны біз болды, сіз өзіңіз жасадыңыз ба? Бұны бізде шеберлеріміз жасайды. Істейтін шеберлеріміз бар. Арнайы. Міне мына кимешекті бұл біздің қандастарымыз, Қытайдан келген қазақтарымыз өндірген. Міне байқасаңыз өздері міне кестелеген олар. Біз енді мынаны көрсетейік. Яғни бұны сіздің өзіңіздің жаңағы сән салонында жасаған сен, өз қолыңызбен жасадыңыз ба? Әрі моншақты өзіңіз тігіп? Мынау қолмен жасалған дүние. Тамаша. Қараңыздаршы, мен қазір алып оны үстіме бір көрсеткім келіп тұр. Өйткені қолмен жасалған, оның барлығы тігілген. Кестеленген, бәрі қолмен кестеленген. Міне байқасаңыздар, сіз тіге беріңіз. Міне қазақтың киімі өте әдемі. Ою-өрнектің ішіне біртіндеп отырып майда-майда кішкентай жаңағыдай моншақтар тігілген екен. Керемет, және матасы да сондай тамаша. Енді бізде WhatsApp-тан сұрақ келіп жатыр. Гүлбаян ханым, тапсырыс берсе қабылдайсыз ба? Және қанша күнде кимешекті жасап аяқтайсыз? Кесте көп қол байлайтын, ол кесте, әрине таспен. Ол ұзақ уақыт алады, ол бір айға дейін кетіп қалуы мүмкін. Ал бұлай бешпеттің өзі бір аптада, бір 4-5 күнде тігілетін дүние адамға. Ал енді қазір заманауи міне кестелеріміз, дайын кестелер бар болса, оларды сол қосуға болады. Яғни сіз 2-3 күннің ішінде ол жұмысты аяқтап бере аласыз? Аяқтап бере аламыз. Мына қуыршақтың басын жалтыратпай? Қазір оған бір жаңа не кигізіп қоямыз. Сіз анан киіндіресіз ба? Енді соны кигізіп қояйық, біткен не болсын. Мынау да бір ерекше екен.
Міне қарасаңыздар, бұл да қолмен жасалынған. Жақсылап тұрып ол әр жаңағыдай оюды, әр жаңағыдай тігісті сіз машинканың көмегімен басып отырғансыз, иә, менің қарауымша. Бұл сөйтіп жасалады. Жақсы. Мынау негізгі міне бет әлпетін. Оны мына жерге кендірек ендеше. Қазір мына бір жаңа қосып жіберейік. Әдемі барлығы әрине қолдан жасалынған. Бұйымға не жетсін? Біздің қазақ қыздарымыз өте шебер. Бәр несіне қол келеді. Керемет. Яғни сізге тапсырыс тек қана Астана қаласынан емес, басқа да еліміздің түпкір-түпкірінен тапсырыс беріп, қабылдаса болады, е? Міне, Аякен студиясы міне байқадыңыз ғой, қаншама қыздарды үйретіп жатыр, және тапсырысты алады. Некеңіз? Ал, енді рұқсат болса, мына міне кигізіп қойыңыз. Кигізіп көрейік, мына міне. Міне бұлай алтындап қазір тез жасаған түріміз. Енді осының сыртынан орамал тағылған кезде әжелеріміз жарқырап, әдемі боп, асыл апаларымыз, асыл әжелеріміз міне киелі осындай орамалды апаларымыз боп шыға келеді. Міне осы жаққа қазір енді кішкене уақытымыздан үтікпен бастырамыз да, енді мүмкіндік болса хабарламаның соңында уже дайын дегенді көрсетуге болады. Мұнаны біз аяқтадық. Пішуді біз көрсеттік. Негізін кию әдісінде көрсеттік. Тек қана қалғаны ою өрнекті біз үтікпен бастырамыз. Көп рахмет сізге, Гүлбаян ханым. Сізге көп рахмет. Тек шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет сізге. Өзіңіз де осы әдем болып жүре беріңіз. Рахмет. Көп рахмет. Сәлден соң жарамсыз кілттерден ерекше әшекей жасап үйренеміз. Арна қосыл болсын. Бізде астаған жарнама. Бүгін